Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Мен Әбілқайыр Амангелді Ибраимұлы, Сафия Өтебаева атындағы Атырау мұнай және газ университетінің қауымдастырылған профессорымын. Органикалық химия пәнінен дәріс оқимын. Дәрістің тақырыбы қаныққан бір атомды спирттер. Қаныққан бір атомды спирттердің жалпы формуласы CnH2n плюс 2O немесе CnH2n плюс 1 OH. Гидроксилдің көміртек атомының қайсысында орналасқанына байланысты біріншілік, екіншілік және үшіншілік спирттер деп бөлінеді. Изомериясы мен номенклатурасын тоқталайық. Спирттердің изомериясы көміртек тізбегінің құрылысымен гидроксил тобының тізбектегі орнына байланысты. Мысалы, спирттердің құрамы C4H9OH қалыпты бутан мен изобутанның бір сутек атомының OH тобына алмасып алынған C4H10 көміртектерінің туындылары болып қарастырылады. Қалыпты бутан үшін екі варианттағы спирттің молекулалық құрылысын жазуға болады. Мына жерде қалыпты бутан үшін екі бутил спирті жазылып тұр. Біреуі біріншілік бутил спирт, ал екіншісі екіншілік бутил спирті. Сол сияқты изобутаннан екі спирттің пайда болуын байқауға болады. Изобутаннан біреуі біріншілік спирт, ал екіншісі үшіншілік спирт. Әдетте спирттердің гидроксил тобымен байланысқан радикал бойынша атайды. Систематикалық номенклатура бойынша спирттердің аты өзіне сәйкес қаныққан көміртектердің атына ол жалғауын қосу және гидроксил тобы орналасқан көміртек атомын нөмірмен көрсету арқылы құрастырылады. Бұдан басқа спирттерді метил спирт карбинолдың туындылары ретінде де атауға болады. Бұл рационалды номенклатура. Алу тәсілдеріне тоқталайық. Спирттерді галоген алкилдерге немесе сілтілердің судағы ерітіндісін қосып қыздыру арқылы гидролиздеп алады. Бірінші жағдайда реакция қайтымды, ал екінші жағдайда реакция қайтымсыз. Бірінші жағдайда гидролиз жүріп, этил спирті және хлорсутек түзіледі. Бұл реакция қайтымды. Ал екінші жағдайда натрий OH қосылады. Бұл жағдайда натрий хлорид түзілетін болғандықтан реакция қайтымсыз. Келесі алу тәсілі спирттердің синтезін металл органикалық, соның ішінде магний органикалық қосылыстардың альдегидтерге, кетондарға және күрделі эфирлерге әсер етуімен жүзеге асырылады. Магний галоген алкилдегі магний бром қалдық өзін нуклеофилдік бөлшек сияқты ұстап, карбонил тобындағы көміртек атомына оңай қосылады. Реакция келесі сызба бойынша жүреді. Сонымен қатар спирттерді этиленді көміртектерін гидратациялап алады. Этилен тек қана концентрациялық күкірт қышқылына сіңіріліп, этил күкірт қышқылын береді. Этил күкірт қышқылы сумен ыдырап, күкірт қышқылы мен этил спиртін береді. Олефиндерге суды қосып алу басқа да спирттер алуға болады. Реакция Марковниктің ережесі бойынша жүреді. Мысалы, пропиленен изопропил спирті, ал изобутиленен үшіншілік бутил спирті алынады. Келесі әдіс спирттерді алу үшін альдегидтерді, кетондарды және күрделі эфирлерді кобальт, никель, мыс, платина, палладий және кейбір катализаторларды қолданып тотықсыздандырады. Біріншілік және екіншілік кетондарды тотықсыздандырып алады. Катализденбеген тотықсыздандыру әдістерінде қолдануға болады. Физикалық қасиеттеріне тоқталайық. Қалыпты температурада С10-ға дейінгі спирттер сұйықтықтар, С11-ден бастап және одан жоғарғылары қатты заттар. С1, С3 спирттері сумен барлық арақатынаста араласады және өздеріне тән иістері болады. Молекулалық салмағының өсуіне қарай сұйық спирттердің суда ергіштігі төмендейді және олардың иістері жағымсыз бола бастайды. Қатты спирттердің иісі болмайды және суда ерімейді. Сұйық спирттер көптеген органикалық заттар үшін жақсы еріткіштер болып саналады. Спирттердің қайнау температурасы молекулалық салмағының артуына қарай өседі. Мысалы, метил спирті 64,5 градус Цельсий, этил спирті 78,3 градус Цельсий, ал қалыпты пропил спирті 97,8 градус Цельсий, қалыпты бутил спирті 117,7 градус Цельсий, ал қалыпты дикил спирті 231 градус Цельсий. Түзу тізбекті спирттер тармақталған тізбекті спирттерге қарағанда
әлдеқайда жоғары температурада қайнайды. Көміртек атомдарының саны біркелкі болса, біріншілік спирттер екіншіліктерге қарағанда, ал екіншіліктер біріншіліктерге қарағанда жоғарғы температурада қайнайды. Мысалы, бутил спиртінің С4H9OH қайнау температурасы қалыпты бутил спирт үшін 117,7 градус Цельсий, изобутил спирті 107,3 градус Цельсий, екіншілік бутил спирті 99,5 градус Цельсий және үшіншілік бутил спирті 82,8 градус Цельсий. Балқу температурасы керісінше үшіншілік спирттерде бәрінен жоғары болады. Спирттердің тығыздығы бірден кем. Спирттердің қайнау температурасы сәйкес көміртектердің тіпті галоген туындыларының қайнау температурасынан әлдеқайда жоғары. Мысалы, этан минус 88,3 градус Цельсийде, бромдиэтил плюс 38 градус Цельсийде, ал этил спирті плюс 78,3 градус Цельсийде қайнайды. Спирттер су сияқты аз мөлшерде болса да, ассоциацияланған спирттік болып есептеледі. Спирттердің жеке молекулалары өзара гидроксил топтарындағы оттекпен, оттектің ортақтаспаған жұп электродының қатысуымен сутек арасында пайда болған сутек байланыстары арқылы қосылады. Химиялық қасиеттеріне тоқталайық. Спирттер мен сыртқы металдар әрекеттескенде гидроксилдегі сутек орнын металл басып, спирттің алкоголятын береді. Мысалы, этил спирт натриймен әрекеттескенде натрий алкоголятын және береді және сутек бөлім шығады. Келесі қасиеті спирттер минералды және органикалық қышқылдармен әрекеттесіп, сәйкес күрделі эфирлермен су береді. Этил спирті күкірт қышқылмен әрекеттескенде этил сульфат түзіледі, ал этил спирті сірке қышқылмен әрекеттескенде этил сірке эфирі түзіледі. Келесі қасиеті спирттерге су тартқыш заттармен әсер етсе, молекула аралық немесе молекула іші аралық су бөлім шығады. Су тартқыш заттар есебінде қышқылдар, концентрациялық күкірт қышқылы, фосфор қышқылы, қымыздық, бензол сульфа қышқылдар және басқалар қолданылады. Ал оксидтерден алюминийдің, торийдің және басқалардың оксидтері қолданылуы мүмкін. Кейбір тұздар калийдің бисульфаты, мұз сульфаты, хлорлы мырыш және басқалар қолданылады. Спирттердің молекула аралық сусыздануынан жай эфирлер алынады. Ал сол катализаторлардың қатысуымен, бірақ әлдеқайда жоғарғы температурада спирттердің молекулашы аралық сусыздануынан қанықпаған көміртектер пайда болады. Мысалы, изопропил спиртінен пропилен алынады. Келесі қасиет спирттердің гидроксил топтар спирттердің әрекеттесуінен галогенге алмаса алады. Галоген сутектерді қышқылдармен, фосфор галогениттермен, мысалы П-хлор 3 және П-хлор 5, немесе чианил хлоридпен, спирттердің галоген сутектермен реакциясы қайтымды. Келесі қасиет спирттердің мыс және басқа катализаторлардың қатысуымен 300-500 градус Цельсийде ауадағы оттекпен хромды қоспа марганец қышқылы сияқты тотықтырғыштармен және басқалармен тотығады. Ал 100-180 градус Цельсийде мыс, күміс, никель, кобальт, платина және палладиймен сутексізденеді. Барлық жағдайларда біріншілік спирттер альдегидтер, екіншілік спирттер кетондар береді. Соңғылары әрі қарай тотығып, көміртек тізбегінің үзілуімен екі қышқыл беруі мүмкін. Үшіншілік спирттер өте қиын көміртек қаңқасын үзіп тотығатта қышқылдар мен кетондардың қоспасын береді. Келесі қасиеті спирттердің магний галоген алкилдермен әрекеттесуінен гидроксил сутегінің магний галогеніне алмасып, төмендегі сызба бойынша көміртегін бөліп шығарады. Бөлім шыққан мөлшеріне қарап қоспалардың спирттің проценттік құрамын табуға болады. Жеке өкілдеріне тоқталайық. Метил спирті, кейде бұны ағаш спирті деп атайды, себебі ағашты құрғақ айдау кезінде алынған. Немесе метанол, әлсіз спиртке тән иісі бар түссіз тұйықтық, қайнау температурасы 64,17 градус Цельсий, қазіргі кезде мырыш тотығымен 10% хром тотығынан құралған, мысалы мырыш хром катализаторының қатысуымен 200-300 атмосфера қысымда және 400 градус Цельсийде көміртек тотығы мен сутектің
синтездеу метанол алудың негізгі әдісі болып саналады. Келесі этил спирті, кейде шарап спирті деп те атаймыз. Этанол спиртке тән иісі бар түсті сұйықтық. Қайнау температурасы 78,3 градус Цельсий. Сумен кез келген мөлшерде араласып, азотроптық қоспа береді. 95,57% спирт және 4,4% су. Мүлде таза және сусыз спирт алу үшін көбінесе екі әдісті қолданады. Спирттің судағы ерітіндісіне аздаған бензол қосып, алынған қоспаны фракциялап айдайды. Алдымен судың, спирттің және бензолдың қоспасы айдалып, кейіннен спирт пен бензол, ал ең соңында таза спирт айдалады. Басқа әдіс бойынша 96% спиртті кальцийдің тотығы немесе қыздырып кептірілген мыс сульфатын салып қайнатады. Ацетиленген никельдің кешендік қосылыстарымен әрекеттестіргенде циклооктатетраен және басқа заттар түзіледі. Ацетиленді көміртектердің қысқа байланыстары орын ауыстырып, изомерленуге немесе ген көміртектеріне айналуға қабілетті келеді. Сыртылық металдардың әсерінен үш байланыс молекуланың соңына ауысады да ацетилендер алынады. Спиртте ерітілген сілтілердің әсері ацетилендік байланыс молекуланың аяғынан ортасына көшуге мүмкіндік туғызады. Осы қайта айналулардың аралық өнімдері ретінде аллендік көміртектер алынады. Ацетиленді көміртектер кейбір катализаторлардың қатысуында қосақтасып, байланысқан дейіндерге айнала алады. Бұл да сол аллендік көміртек түзу сатысы арқылы жүреді. Пропил спирті сибуха таза спирт ішінде жағымсыз қоспа иісті майлардан, ал изопропилді пропиленді гидратациялау арқылы алады. Бұл спирттер сонымен қатар олардың күрделі эфирлері еріткіш ретінде қолданылады. Кейбір жағдайларда олар этил спиртінің орнына қолданылады. Изопропил спиртін тұтықтырып, күміс катализатор қатысында 450-500 градус Цельсия немесе сутексіздендіріп ацетонға айналдырады. Қалыпты бутил спирті техникада көп мөлшерде глюкозаны ерекше бактериялардың әсерімен ашыту арқылы алады. Осы кезде ацетонда бірге пайда болады. Бутил спирт және оның күрделі эфирлері көп мөлшерде лактар мен шайырларды еріту үшін қолданылады. Изобутил спирті сумен араласпайтын сибуха майының иісі бар майлы сұйықтық. Сибуха майының негізгі құрамы оның фракциялық айдау арқылы алады. Оны изобутилен, изомайальдегид және изомай қышқылын алу үшін және қосымша өнім ретінде қолданылады. Үшіншілік бутил спирті көгеріп кеткен заттың иісі тәрізді иісі бар балқығыш қатты зат. Балқу температурасы 25,15 градус Цельсий. Дәрісті назарға қойып тыңдағандарыңызға рахмет.